саламатсыздар менің YouTube көрермендерім. Егіздер, февраль айы қандай болмақ? Январь айы 2025-тің бұлайша тиімді істермен айналысу, емделу, ары бері жаңағы есеп қисаптар жүргізу, жер белгісінің айы болды. Себебі күн тау ешкі белгісінде тұрды. Транситті түрде барлығымызға қатысты. Жинақы, ой, сезімдерге қатты көңіл бөлмеу. Бұлайша жанымыз романтика, түс аяндар көру, бір сондай кезеңде болғанмен творчестволық бір іш пыстырарлық ай болды сіздер үшін. Енді февраль ауа белгісінің айы. Күн транситті су құйғыш белгісінде сіздерге жақын энергия. Сіздердің айларыңыз деп айтсам болады. Жақын айларыңыз. Көп адамдармен общение айларыңыз сіздердің. Сауда саттық, оқу білім, ары бері қыдыру, шығу, осы кезеңде сіздерде активті болады, көп егіздерде. Әрі танысу, жаңа махаббат адамдармен танысу кезеңдеріңіз көп болады. Себебі адамдар бірін-біріменен жеңіл сөйлеседі, жеңіл ақпарат алмасатын ай. Бір адамдармен бір одақтарға бірігу көп болады бүкіл февраль айы бойы. Себебі күн осы 18-ші февральге дейін сойғыш белгісінде тұрады, одан соң балықтар белгісіне өтеді. Бірақ та Меркурий, сіздердің желіп жебеуші ғаламшарларыңыз Меркурий негізі сөйлеуге, ақпаратқа жауап береді. Сондықтан да сіздер жылдам сөйлейсіздер, жылдам тез ойланасыздар. Осы Меркурий бұл да тау ешкі белгісіне өтеді, бірақ март айының соңына дейін тұрады. Сондықтан да сіздер бір жаңағы адамдарға бірігу көп болады сіздерде. Соларға бір мұрындық болып жүресіздер. Мына жерде бірігейік, мынаны жасайық, бір одақтарға кіретін адамдар көп болады. Сөйлесу, қыдыру, дастархан басында кездесу, іскерлік, сауда саттық, оқу дамитын болады осы айда. Және мына 12-ші февраль ай толу болады. Арыстан белгісінде ай толу болады. Бұл сіздерге үшінші саланы алып келеді. Сол жерде ай толуы сіздерде астрологиялық карталарыңызда күнмен есептегенде, күн ғаламшарымен. Себебі асцендент дегенде болады. Асцендент ол сіз туған кезеңде ғаламшарлардың тұруы. Тек қана күн емес, ғаламшарлардың да тұруы. Сонда жалпы дұрыс шығады. Қазір мен түсінбей отырған шығарсыздар көбіңіз. Себебі астрологияда күннен бөлек асцендент дегенде болады. Мысалы, күніңіз егізде болғанмен асцендентіңіз тоқтыда болуы мүмкін, балықта болуы мүмкін. Сондықтан астрологиялық карталарыңызда жұлдызнама айтқанда дұрыс шықпай жатады, екеуін де көру керек. Енді тақырыптан ауытқымайын, бұл әрине жеке прогнозбен, мұның барлығы асцендент анықтау, 2024-ге прогноз, немесе өмірлік жолдарыңызға прогноз деген секілді. Тіпті әр күнге, әр айға прогноз жасауға болады, жұптық сәйкестік жасауға болады. Ол профильдің WhatsApp нөмірі жазылып қойылған, сонда заказ бересіздер WhatsApp-қа. Осылай видеомен сіздерге жіберетін бол. 12 февраль ай толуы Арыстан белгісінде үшінші салаларыңызда болады сіздердің. Ең жақын достар, көршілер, әпке, сіңілі және құжаттар, әрі көлік мәселелерін алып келетін болады. Осы жерде ай толу болады сіздерде. Тіпті адамдармен бір келіспей қалушылықтар болады. Сөз арқылы, тіл арқылы, немесе бір жаңағы сыртқа көрсете бермей, іштей. Мұндай кезеңде маған бәрібір дегенде бір сондай қалыпты танытыңыздар. Себебі бір от белгісіндегі адамдар активті болады. Егер де сіздерде де бір от белгісінің ғаламшарлары көп болса, тіпті өздеріңізде сондай жанға айналуларыңыз. Бір неке отбасыда, коллективте, достар, туыстар арасында бір тіл арқылы келіспей қалушылықтар. Немесе менің айтқаным ғана дұрыс, менің айтқаным болады деген секілді өзге адамдардан бір сондай сөз естуіңіз. Қарсы бір жақ, немесе жарыңыз, немесе бір туған туыс, семья отбасыда да болуы. Бұл осы бір аптаның ішінде өтіп кететін аспект. Ай толуы үшінші салаларыңызда болады. Бір құжаттарға қол жеткізесіздер, немесе көрші, бір сыныптас, группалас, әпше, сіңілі, іні, ең жақын адамдар әйтеуір. Сол адамдармен бір жерлерде бір кездесу болады, отырыс болады, немесе бір жаққа бір қыдырып шығасыздар, жанұяңызда бір балаларыңызға қатысты оқиғалар болады, бір көлігіңізге қатысты оқиғалар, бір көліктер сатып аласыздар, ремонттар жүргізесіздер деген секілді. Сол жерде ай толуы. Ай толғаннан соң, 12 февральден соң, айдың соңына дейінгі аралық ай кемей береді 28 февральге дейін. Бұл кезеңде жаңа істерді бастамаймыз. Тек өткен істерді қорытындылар жүргізетін уақыт. Мына 20 мен 21 февраль аралықтары. Осы аралықтарда бір махаббат адамдарыңызбен көп ары бері бір
танысу, бір кездесулерге бару, әрі адамдардың алдына шығып ұялмай бір мақсатыңызды, бір жұмысыңызды көрсету, егер бір медиа адамдар болатын болсаңыздар, немесе бір музыка концерттерге бару, алдыңызға бір арман жоспарларды енді сыртқы дүниені өзгертуге дайындық. Себебі апрель айынан бастап отты, бір кәдімгі жігерлі уақыттарыңыз басталады сіздерде. От пен ауа белгілерінің уақыты келеді. Ал қазір балықтар белгісінде өте көп қаламшар бар. 6 қаламшар тұрады. Бір сақшы созылған, бір жаныңыз бір творчество, шығармашылықты қалайды, бір өзіңіз оқшау болғанды ұнатасыз, немесе тіпті денсаулығыңызға көп көңіл бөлетін, осы январь, февраль, март айы осындай ай. Негізінде жалпы фон ретінде. Бір жалқаулыққа салынғыңыз келуі мүмкін, жаныңыз махаббатты қалайды, бір жалқаулыққа салынып бір кинофильмдер көріп уақыт өткізулеріңіз де мүмкін. Әрқайсыңызда себебі аспекттеріңіз әртүрлі ғой. Немесе көп жаттығу йогалармен айналысасыздар, ең жақындарыңызбен уақыт өткізесіздер, немесе бір шығармашылығыңызға көңіл бөліп, біраз жылдан бері тастап кеткен бір мамандықтарыңызға, бір жақсы көретін хоббиларыңызға ораласыздар. Осындай кезеңдер болады. Бір кейде сыртқы бір өзгерістер жоқ секілді. Бірақ сәл шыдауларыңыз керек, нақты бір істердің уақыты негізі апрельдің 10-нан кейін. 23 мен 25 февраль. Осы кезеңде маңызды бір әңгіме болады сіздерде. Алдыңызға бір жоспарды талқылайсыздар жұмыстарыңызда, бір кәсіпті жабатын боласыздар, немесе бір үлкен емге шығасыздар, үлкен бір қыдырулар талқылайсыздар, немесе үлкен бір сатып алу, оқу істерін талқылайсыздар, немесе тіпті болмағанда үйіңізде, семьяңызда бір маңызды, енді біз мынаны жасаймыз болашақта деген секілді. Немесе мынанша ақша қаржымыз бар деген секілді. Әрі бір жасы үлкен адамдардан бір сөзді естулеріңіз, сындар да естуіңіз бек мүмкін. Болды, енді қашан қыдыруға болады, жұмысты жаса, немесе осылай жүре бересің бе, емдел деген секілді. Немесе осында бір жағымсыз әдеттеріңді қой деген секілді адамдардан сөзді естуіңіз бек мүмкін. Нақты бір істерге кірісу керек, ақша қаражат табу керек деген секілді бір мұндай кезеңде сіздің бастарыңыз ауырып кетеді негізінде. Бірақ бұл қажетті. Әйтеуір бір сізді бір жауапкершілікке шақыру, немесе бір қайырымдылықпен де айналысатын боласыздар. Бір ата-аналарыңызға көмек, бір туысқандарыңызда бір оқиғалар, бір ауырып жатқан адамдар, соларға көмек деген секілді. Әрі егіздер, Юпитер ғаламшары сіздердің белгілеріңізде тұрген 2025-тің июнь айына дейін бір сәттіліктер, ақша, некелер, жанұяңызға бір бала қосылу, немесе бір немерелер дүниеге келу, бір магазиніңіздің кеңеюі, бизнесіңіздің кеңеюі, оқу білімге ден қоюыңыз, көзқарасыңыздың кеңеюі бір жыл бойы сіздердің белгілеріңізде тұр. Осыны пайдаланыңыздар. Себебі осы июнь айынан бастап 2025-тің келесі белгі өтеді, Юпитер сәттілік ғаламшар. Сіздердің қаржы секторларыңызға енді шығыс кірістерді көбейтетін болады сіздерге. Ал қазір осы февраль айында да осы Юпитер мықты аспектілер құрады сіздерге. Қаржылар, сыйлықтар, оқулар, сәттіліктер, бала жоспарлауға, дүниеге келуге, бір жанұяңызға адам қосылу, бір үйіңіздің іргетасы, үйіңізді кеңейту жылдарыңыз дегізді. Және осы февраль айы да соған кіреді. Керемет айларыңыз болсын, егіздер. Барлығыңызға бір өзінің толағай табысымен келсін.